Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бір қамырдан екі түрлі формада печенье жасайтын боламыз. Және де аз заттан көп печенье шығады. Видеоны соңына дейін көріп алып, сіздер де балаларыңызға жасап беріңіздер. Балаларға міндетті түрде ұнайды. Ыдысымызға бір жұмыртқа, 150 грамм құм шекер салып қозғаймыз. 150 грамм ерітілген сары майымызды құйып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Осылай қантымыз еріген соң, алдын ала електен өткізіп дайындап алған 280-300 грамм ұнымызға бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Ұнның барлығын бірден салмаймыз, аз-аздан салып отырып, алғашында венчиктің көмегімен түйіршіктер қалдырмай жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнның қалған бөлігін салып, ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтындай болғанша илейміз. Міне жұмсақ әдемі қамыр иленді. Міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырды салафанға салып 10 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне қамырымызды тұндырып алдық. Енді оны осылай қолымызбен жайып аламыз және оны бөліктерге бөлеміз. Барлығының үйінде таразы табыла бермейді, сондықтан граммда өлшеуді қажет етпейді. Көз шамамен бөліп алсаңыздар болады. Мен осылай 20 бөлікке бөліп алдым. Бөлінген қамырларды осылай домалақтап аламыз. Қамырларымыздың барлығын осылай домалақ формаға келтіріп алдық. Оларды енді қолмен жаймаймыз. Барлығын листімізге теріп аламыз. Енді шанышқының көмегімен қамырлардың үстінен басып шығамыз. Сонда біздің печеньемізге ерекше сән береді. Міне барлығының үстінен басып шықтық. Ал енді бір жұмыртқамызды алып, ағы мен сарысын араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қамырлардың үстінен жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа қоямыз. 15-20 минут аралықта пісіп шығады. Міне біздің печеньеміз пісіп шықты. Енді оны ары қарай сәндейміз. Екі печеньені алып, оқтаудың көмегімен езіп, осылай ұнтақ жасаймыз. Ұнтағымыз дайын болды. Енді бір печеньемізді алып, бір шай қасық вареный сгущенка жағып аламыз. Екінші печеньені алып жабыстырып, шет-шетіне вареный сгущенкадан жағып шығамыз. Осылай толықтай жағып алған соң печеньені ұнтаққа аунатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай печеньеміз ерекше болды. Қонақ күткенде дастарханға қойсаңыз да дастарханыңызға сән береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, дәмді болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Ас болсын!